Қазіргі кезде косметика өндірісі өте жақсы дамыған. Алайда дүкен сөрелерінде толып тұрған косметиканың құрамында не бар екеніне анық көзіміз жетпейді. Сондықтан бет сүртуге арналған тоник, лосьондарды қолда бар өнімдерден жасап алсаңыз, қымбат тұратын лосьондардан кем түспейді. Сәлем сұлуларым. Сіздер арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Сумен жуынғаннан гөрі таңертең және кешке бетті лосьондармен сүртсеңіз, май жылтырын кетіріп, бөртпелерді азайтады. Енді осындай бірнеше лосьондарды қарастырайық. Бірінші кәдімгі шайдан лосьон жасаймыз. 5 грамм шайға 50 грамм ыстық су құйып, бетін жауып 30 минутқа қалдырыңыз. Содан соң сүзіп алып, мақта дискісіне тамызып, бетіңізді сүртсеңіз болады. Шайда витаминдер мен минералдардың қоры мол. Сонымен қатар терінің қабынуына қарсы күшті антиоксидант болып табылады. Және коллаген талшықтарының синтезін жеңілдететін ферменттер бар. Келесі лосьонды ағартатын лосьон, яғни ақжелкеннен жасаймыз. Термосқа 2 ас қасық ұнтақталған ақжелкенді салып, стақанның 1/4-інде қайнап тұрған ыстық су құямыз да 2 сағатқа тұндырып қоямыз. Уақыт өткен соң жарты стакан арақпен 1 шай қасық глицеринді араластырып, тоңазытқышқа салып қойып, күніне 2 рет пайдалансаңыз болады. Егер бетіңізде майда бөртпелер болса, чемидақ тұнбасынан да лосьон дайындап алсаңыз болады. 1 пакетик немесе 1 шай қасық дәріханадан алынған чемидақ шөбіне 1 стакан қайнап тұрған ыстық су құйып, 30 минутқа тұндырамыз. Сосын сүзіп алып, тұнбасымен күніне 2 рет бет сүртеміз. Қабынуға қарсы тағы бір лосьон түрі 2 ас қасық дәріханалық календула тұнбасын жарты стакан арақ және 1 шай қасық глицеринмен жақсылап араластырамыз. Келесі лосьон құрғақ теріге арналады. Ол үшін апельсиннің немесе мандариннің қабығын тураймыз. Бізге ол ұнтақ болу керек, сол себепті ұсақтағышқа салып майдалап аламыз. Бұл ұсақталған қабықты 2 ас қасығын алып, термосқа саламыз. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық судан стаканның 1/4 бөлігіндей етіп су құямыз және 2 сағатқа тұндырып қоямыз. Лосьонымыз тұнып тұра берсін. Енді біз артық қалған қабықтан маска жасайтын боламыз. Ол үшін 1 шай қасық қабықтың үстіне 1 шай қасық ысытылған сүт қосамыз. Бұл маска бетке өң беріп ағартады. Арнамыздағы басқа да маскаларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Екі сағат уақыт өткен соң қоспамыздың үстіне жарты стақан арақпен 1 шай қасық глицерин қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған лосьонды бос құтыға құйып, тоңазытқышта сақтап 1-2 айға дейін пайдалана беруге болады. Бұл лосьон беттегі макияжды жақсы кетіреді. Пайдалы С дәрумені және сергітетін, нәрлендіретін органикалық қышқылдар көп. Алайда бұл лосьонды цитрус жемістеріне аллергиясы жоқ жандар қолдануы керек. Сонымен қатар арнамызда қиярдан жасалатын лосьон туралы видео бар, қарап шықсаңыз болады. Алдағы уақытта да қолда бар бюджеттік өнімдерден дайындауға болатын әртүрлі лосьондарды қарастыратын боламыз. Басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.